Атым әдеттер. 4-ші ереже. Ләззат алыңыз. 15-ші бөлім. Мінез құлықты өзгертудің басты ережесі. 1990 жылдың аяғында медицина қызметкері Стивен Люби Небраска штатындағы туған қаласы Омаханы тастап, Пәкістанның Карачи қаласына бір бағытқа билет алып көшіп кетеді. Карачи халық саны жағынан әлемдегі ең ірі қалалардың бірі. 1998 жылы бұл қалада 9 миллионнан астам тұрғын болды. Пәкістанның экономикалық орталығы, аймақтағы ең үлкен әуежай мен теңіз порты орналасқан ірі тасымал торабы. Қаланың іскерлік бөлігінде қажетті инфрақұрылымы бар бірнеше бизнес орталықтары да бой түзеген. Бірақ Карачи өмір сүруге қолайсыз қалалардың бірі болды. Халқының 60%-дан астамы құлағалы тұрған үйлер мен лашықтарда өмір сүреді. Адам тығыз орналасқан бұл аймақтың тұрғындары ескі қайықтың қалдықтарынан, пеноблок және басқа да керексіз материалдардан лашық тұрғызып, сонда тіршілік етеді. Онда қоқыс тазалау жүйесі жоқ, электр жарығы мен су құбыры тартылмаған. Ыстық күнде адамдар шаң тозаңнан дем ала алмай қалатын. Жаңбырлы күнде көшеде кір судың жылғалары ағып жатады. Тұрып қалған судың бетін шыбын шіркей басып, балалар қоқыс арасында ойнайды. Тазалықтың сақталмауы салдарынан түрлі аурулар тарап, эпидемия белең алады. Бұзылған су, диарея, іш өту, құсу және асқазан ауруларының өршуіне себеп болады. Лашықтарда тұратын балалардың 3-тен 1-і тойып тамақ ішпейді. Халық тығыз орналасқандықтан вирустар мен бактериялар өте жылдам тарайды. Осындай жағдайдан хабардар болған Стивен Люби Пәкістанға аттанады. Люби мен оның командасы мұндай санитария ережелер сақталмаған ортада қол жуу әдеті кедей халықтың денсаулығы үшін маңызды екенін түсінеді. Алайда көп ұзамай дәрігерлер халықтың басым бөлігі қарапайым әдеттен хабардар екенін анықтайды. Соған қарамастан, тұрғындар қолды қалай болса солай шала шарпы жуады екен. Олар қолды тазалап жумайды, суға малып қоя салады. Кейбіреуі бір қолын ғана жуады. Тамақ әзірлер алдында қол жуу керек екенін ұмытып кететіндер де бар. Бәрі қол жуу маңызды деп айтады, бірақ мұндай ережені санаулы адам ғана орындайды. Осы кезде Люби Procter & Gamble компаниясы мен лашықтағы тұрғындарға Safeguard сабынын жеткізіп беру туралы келісім шартқа отырды. Адамдар қолды сабындап жуған жағымды екенін түсіне бастайды. Пәкістанда Safeguard сабыны премиум кластың сабыны болып есептеледі, деді маған Люби. Сұрағандардың бәрі Safeguard сабынымен қол жуған ұнайтынын айтты. Ол жақсы көпіреді, ал адамдар сабынның көпіршігін көріп қуанады. Иісі де керемет. Осыдан бастап қол жууға оларға ұнайтын процеске айналады. Қол жууды насихаттауда мақсат олардың мінез құлқын өзгерту емес, қол жуу әдетін қалыптастыру деп есептеймін деп түсіндірді Люби. Адамдарға тісті жіппен тазарту сияқты жағымды сенсорлық әсер қалдырмайтын істі әдетке айналдырғаннан гөрі, жалбыз дәмі бар тіс пастасы мен тіс жуу сияқты сезім мүшелеріне өте күшті әрі оң әсер ететін затты қолдануды әдетке айналдыру өте оңай. Procter & Gamble компаниясының маркетологтары қол жуудың жағымды жағын насихаттағысы келді. Бірнеше айдан кейін лашықта тұратын балалардың денсаулығы бірден жақсара бастайды. Диарея ауруы 52%, өкпенің қабынуы 48%, импетиго бактериалды тері инфекциясы 35%-ға азайған. Бұл әдістің ұзақ мерзімді әсері көрсеткіштерді тіптен жақсартқан. 6 жыл өткен соң Карачидегі кейбір үйлерге бардық, дейді Люби. Бір кездері тегін сабын таратып, қол жууға үгіттеген отбасылардың 95%-ы содан бастап сабынды және қол жуғышты күнделікті пайдаланатын болған. Біз бұл топқа 5 жылдан кейін тегін сабын таратуды доғардық. Бірақ тәжірибе кезінде олардың қол жууға үйреніп кеткені сондай, біз кеткеннен кейін де сол әдеттерін жалғастырған. Бұл ләззат алыңыз деп аталатын мінез құлықты өзгертудің 4-ші ережесін сипаттайтын керемет мысал. Қандай да бір әрекет алғашында бізге ұмытылмас ләззат сыйласа,
біз оны қайталаймыз. Бұл заңдылық. Иесі аңқыған, көпіретін сабынмен жай ғана қол жуу сияқты болмашы ләззаттың өзі біздің миымызға мынау ұнайды, келесі жолы тағы осылай істе деп хабар береді. Ләззат миымызға қандай әрекетті есте сақтап қайталау керектігін айтып отырады. Болмаса сағыздың тарихын алайық. 19 ғасырда сағызды тек қана Wrigley компаниясы сатты. 1891 жылы алғашқы өнімін шығарған компания бүкіл әлем халқын күнде сағыз шайнауға үйретіп тастады. Коммерциялық сағыздың алғашқы нұсқалары ешқандай да ерекшелігі жоқ каучуктан жасалатын және қанша шайнасан да дәмі сезілмейтін еді. Ал Wrigley сағыздың дәмін келтіру үшін каучукке бұрыш жалбызы мен жеміс қосып, бұл салада нағыз революция жасады. Онымен тоқтап қалмай, ары қарай дамый түсті. Сағызды ауыз қуысын тазалайтын зат ретінде жарнамалай бастады. Жарнамаларының ұраны таңдайдағы дәмді жанарт деп аталды. Құрамындағы түрлі дәмдегіш қоспалары мен ауыз қуысындағы тазалықты сезінуге мүмкіндік берген үшін сағыз ләззат алудың көзіне айналып, нарыққа түбегейлі орнықты. Сұраныс еселеп өсіп, Wrigley әлемдегі ең ірі сағыз өндіруші компанияға айналды. Тіс пастасының даму жолы да осыған ұқсайды. Өндірушілер өнім құрамына жалбыз бен даршын қосқаннан кейін табыстары арта түсті. Әйелім мәселен Sensodyne тіс пастасын қолдануды доғарды. Өйткені оған ауызда қалатын дәмі ұнамады. Оған жалбыз дәмі күштірек паста мен тіс жуған көбірек ұнайтын. Сол үшін басқа пастаға көшті. Сол сияқты қандай да бір әрекет бізге ұнамай қалса, оны екінші рет қайталағымыз келмейді. Зерттеу барысында мен бір әйелмен таныстым. Оның өзімшіл, тәкаппар қылықтары жынына тиетін туысқаны бар екен. Онымен бірге уақыт өткізуден қашқан әйел туысы жанына келе қалса, көп сөйлемейтін, басқалармен араласа алмайтын адам болып көрінуге тырысады. Осындай үнсіздіктен соң әлгі адамның өзі одан қаша бастайды. Мұндай оқиғалар біз марапат алған әрекетті тағы да қайталаймыз. Ұнамсыз әрекетке екінші рет жоламауға тырысамыз деген мінез құлықты өзгертудің басты ережесін айқындауға мысал болады. Болашақта қалай әрекет жасайтынымыз туралы шешім қабылдар алдында, мұның алдында сол әрекет үшін марапат алдық па, әлде ұнамсыз әрекетке ұрындық па деп ойланып, соған қарай таңдау жасаймыз. Жағымды эмоциялар әдеттерді дамытады, жағымсыз эмоциялар жояды. Көрсетіңіз, ұнатыңыз және жеңілдетіңіз деп аталатын мінез құлықты өзгертудің алғашқы 3 ережесі қажетті іс-әрекеттің осы жолы қайталану мүмкіндігін арттырады. Ал ләззат алыңыз деп аталатын мінез құлықты өзгертудің 4-ші ережесі қажетті іс-әрекеттің келесі жолы қайталану мүмкіндігін арттырады. Сөйтіп ол әдеттер циклін түйіндейді. Алайда бәрі оңай көріне бермейді. Өйткені біздің қалауымыз әйтеуір ләззат алу емес, тап қазір ләззат алу ғой. Тап қазір және кейін болатын марапаттар қайшылығы. Өзіңізді Африка жазығында өмір сүретін жираф, піл немесе арыстан сияқты бір жануармын деп елестетіңіз. Сіздің күнделікті бір сәттік шешіміңіз болған жайттарға бірден әсер етеді. Сіз үнемі не жесем, қайда барып ұйықтасам, немесе жыртқыштан қалай жасырынам деп ойлап жүресіз. Тап қазір немесе біраз уақыттан соң болатын оқиғадан басқа ештеңе ойлай алмайсыз. Ғалымдар айтпақшы, сіз жедел жауап қататын ортада өмір сүресіз. Өйткені сіздің әрекетіңіз бірден көзге түседі. Ал енді адами болмысымызға оралайық. Қазіргі қоғамда тап қазір қабылдаған көптеген шешіміміз бірден нәтиже бермеуі мүмкін. Жақсы жұмыс істесеңіз, жалақыңызды бір аптадан кейін аласыз. Бүгін жаттығу жасасаңыз, келесі жылы артық салмақтан арыласыз. Қазірден бастап ақша жинасаңыз, бірнеше жылдан кейін зейнетке шыққанда қаражатыңыз жеткілікті болады. Өйткені біз қазір кейін жауап қататын ортада өмір сүреміз. Қандай да бір әрекетіміз нәтиже беруі үшін ондаған жыл жұмыс істеуге тура келуі мүмкін. Адам миы кейін жауап қайтатын ортада өмір сүруге бейім емес. Қазіргі адамдардың арғы тегі
Homo sapiens деген атпен белгілі ең ежелгі адамдар осыдан шамамен 2000 жыл астам уақыт бұрын өмір сүрген. Олар миы қазіргі біздің миымызбен шамалас келетін алғашқы адамдар. Соның ішіндегі ол кездегі адамдардың сөйлеу қабілеті сияқты жеке қызметіне жауап беретін мидың жаңа бөлігі неокортекстің көлемі қазіргі адамдардың ми көлемімен бірдей болған. Иә, сіз қазірде палеолит дәуіріндегі ежелгі адамдардың миын қамтамасыз еткен аппаратпен өмір сүріп жатырсыз. Тек жуырда ғана соңғы 500 жылда қоғам көп жағдайда кейін жауап беретін ортаға айналып кетті. Адам миымен салыстырғанда қазіргі қоғам әлде қайда жас. Соңғы 100 жылда автомобиль, ұшақ, теледидар, жеке компьютер, интернет, смартфон және Бейонсе пайда болды. Бірнеше жылда әлем түбегейлі өзгерді, алайда адам табиғаты өзгерді деп кесіп айта алмаймыз. Африка жазығындағы өзге жануарлар сияқты адамның арғы тегі сырттан келген қауіппен алысып, тамақ тауып жеу үшін жанталасып, қар мен жаңбырдан пана іздеп өмір сүрген. Ол уақытта марапатқа дереу жету қалыпты жағдай саналатын. Алғашқы адамдар келешекке бас қатырмайтын. Мыңдаған жылдар бойы жедел жауап қататын ортада өмір сүрген адамзаттың миы уақыт өте келе көңілін қанағаттандырғаннан гөрі сол сәтінде ләззат алуды қалап тұратын болып қалыптасқан. Бихевиористер бұл үрдісті уақыттың бұрмаланып қабылдануы деп атайды. Біздің миымыз осы шақтағы және болашақтағы марапатты әртүрлі бағамдайды. Бізге болашақтан гөрі осы шақ құндырақ. Асылында мұның бәрі адамның өзін ақтап алуға деген бейімінен туындайды. Әдетте бізге болашақта жетуіміз мүмкін марапаттан гөрі тап қазір нақты жеткен марапатымыз маңызды. Алайда, дереу марапатқа жету турасындағы сынар жақ пікіріміз бізді проблемаға душар етуі мүмкін. Адамдар темекі тарту өкпенің қатерлісігіне әкеліп соғуы мүмкін екенін біле тұра, не үшін темекі тартады? Жыныстық қатынас арқылы түрлі аурулар жұғатынын біле тұра, не үшін сақтанбай жыныстық қатынасқа барады? Өйткені біздің миымыз марапаттың қайсысы басымдырақ екенін анықтаған уақытта жауап өзінен өзі келеді. Жаман әдеттердің теріс әсері бірнеше уақыт өткеннен кейін ғана көріне бастайды, ал ләззатты сол сәтте аламыз. Темекі тартқан адамның денсаулығы 10 жылдан кейін сыр беруі мүмкін. Алайда дәл қазір ол күйзелісті жеңуге көмектесіп, ағзадағы никотин қажеттілігін қамтамасыз етеді. Тойып тамақ ішу дәл қазіргі сәтте сіздің қажеттілігіңізді қамтамасыз еткенмен болашақта зиян. Сақтанып немесе сақтанбай жыныстық қатынасқа бару дәл қазір осы жерде ләззат сыйлайды. Ал ауру немесе инфекция жұққаны туралы апталап, тіпті жылдап сезбеуіңіз мүмкін. Кез келген әдет уақыт өткенде ғана жеміс бере бастайды. Өкінішке орай, жақсы әдет пен жаман әдет қазіргі және болашақтағы нәтижелерді екі түрлі бағалайды. Жаман әдеттің тап қазіргі нәтижесі ләззат алумен байланысты да, болашақтағы нәтижесі жақсылыққа бармайды. Жақсы әдет дәл қазір сізге ешқандай ләззат сыйламауы мүмкін. Алайда болашақтағы нәтижесі өте тамаша. Француз экономисі Фредерик Бастия осы проблеманы керемет сипаттап берген. Қай уақытта болмасын, дереу әсер етіп, қуаныш сыйлайтын дүниелердің ұзақ мерзім өткеннен кейінгі әсері өте нашар немесе бәрі керісінше. Әдеттердің алғашқы жемісі тәттірек, ал кейінгі жемісі ащы келеді. Бір сөзбен айтқанда, жақсы әдеттердің шығыны қазіргі уақытқа тиесілі болса, жаман әдеттердің шығыны уақыт өткеннен кейін біліне бастайды. Миыңыздың тап қазіргі сәттегі нәтижені қалап тұратын себебі, сіз өзіңіздің игі ниетіңізге сенбейсіз. Арықтауға, кітап жазуға, немесе тіл үйренуге бел буған уақытта ереже бойынша болашаққа жоспар құрасыз. Ал өзіңізден болашақта өмірімді қалай елестетемін деп сұраған уақытта ұзақ әрі оң нәтиже беретін әрекеттеріңіздің айқын артықшылықтарын көргендей боласыз. Алайда, шешім қабылдайтын сәтте бәрібір шұғыл марапаттардың артықшылығы жеңіп кетеді. Сіз бірден болашақта арық,
бай немесе бақытты болуды армандайтын адамға емес, дәл қазір көңіл көтергісі, қалауын қанағаттандырғысы және тойып тамақ жегісі келетін адамға айналасыз. Бұдан шығар қорытынды: қандай да бір әрекет жасаған кезде ләззатқа қаншалықты тезірек жетсеңіз, ол сіздің болашақтағы мақсаттарыңызға қарама қайшы емес пе деген сұрақ төңірегінде көбірек ойланғаныңыз абзал. Біз миды бір әрекетті қайталап, екінші әрекеттен қашуға термелейтіннің не екенін түсіндік. Олай болса, мінез-құлықты өзгертудің басты ережесінің анықтамасын еске түсірейік. Сонымен, біз әдетте дереу ләззат сыйлайтын әрекеттерді жиі қайталаймыз. Дереу жазалайтын әрекеттерді екінші рет қайталамаймыз. Біздің жедел марапатқа бейім екеніміз табысқа неге жете алмай жүргеніміздің себебін ашады. Жаратылысымыз осындай болғандықтан көпшілігіміз бір мезеттік ләззаттың сонында бір күнімізді өткізуге әзірміз. Ал кейінге шегерілген марапат жолы әліп тапталмаған жол. Марапатын күтуге дайын адамның жолында бәсекелестер де аз. Сол себепті сонында көбірек сый-сияпатқа ие болады. Асықпаған арбамен қоянға жетеді деген мақал содан қалса керек. Зерттеулер де дәл осыны насихаттайды. Ләззатқа жету үшін күте білетін адамдардың сат нәтижесі өте жақсы. Олар алкоголь және есірткіге тәуелді болмайды. Артық салмақ жинамайды. Күйзеліске төтеп береді. Және әлеуметтік дағдыларды да өте жақсы меңгерген болады. Шын қаласақ, сіз бен біз де соның үздік мысалы бола аламыз. Егер сіз теледидар көруді кейінге шегеріп, үй тапсырмасын орындаумен айналыссаңыз, есте сақтау қабілетіңіз артып, жақсы баға аласыз. Дүкенге барғанда, тәттілер мен чипстерді сирек сатып алсаңыз, денсаулыққа пайдалы тамақ жейтін адамсыз деген сөз. Қандай да бір салада табысқа жету үшін сол сәтінде ләззат алудан бас тартып, шыдамды болуға талпынуыңыз керек. Осы жерде тағы бір мәселе туындайды. Адамдардың басым бөлігі марапатқа жетуді кейінге шегеру ақылдылардың ісі екенін біледі. Дұрыс тамақтанып, өмірдің үйлесімін сақтап, жақсы әдеттердің артықшылықтарын пайдаланғысы келеді. Алайда, олар шешуші сәтпен бетпе-бет келгенде бұл жайында ұмытып кетеді. Марапатты кейінге шегеруге болады, бірақ ол үшін сіз табиғи болмысыңызға қарсы шықпай, онымен үйлесімді әрекет етуіңіз керек. Мұның ең үздік тәсілі келешекте жақсы нәтиже беретін әдеттерден сол сәтінде аздап болса да ләззат алуды, ал керісінше ешқандай жақсылыққа апармайтын әдеттерден сол сәтінде аздап жиренуді үйрену. Жедел марапат қалауымен дос болу жолдары. Қандай да бір әдет қалыптастыруды көздесеңіз, ара-тұра өзіңізді табысты адаммын деп елестетіңіз. Табысты болу сезімі әдеттер нәтиже беріп, еңбегіңіз еш кетпегенін білдіретін белгі. Біз әдет қалыптастыра алсақ, одан асқан марапат жоқ деп армандаймыз. Шынайы өмірде жақсы әдеттер қандай да бір пайдасын тигізгенге дейін оның бар жоғын сезбейміз. Алғашқы кезде жанымызды қинап жүргендей боламыз. Мәселен, сіз бірнеше рет спорт залына бардыңыз, бірақ одан күшті, шымыр болып кетпедіңіз, немесе салмақ тастаған жоқсыз. Болмаса, оны әлі байқай қоймадыңыз. Арада айлар өтіп, бірнеше келі салмақ тастап, немесе білегіңіздің бұлшықеті қатая бастағанда ғана қиналмай жаттығу жасауға кірісесіз. Алғашында сізге бұл жолдан тайып кетпеу үшін әлде қандай себеп керек болады. Осындай сәтте жедел марапаттардың маңызы зор. Әдеттердің шынайы нәтижесін көргенге дейін жедел марапаттар сізге стимул сыйлап отырады. Бұл жерде жедел марапат деп отырғанымыз қандай да бір әрекет кезеңінің аяқталуы. Тәжірибені аяқтау өте маңызды. Өйткені адам басқа фазалармен салыстырғанда тәжірибенің аяқталу кезеңінде көп нәрсені есте сақтайды. Сол үшін қандай да бір әрекет кезеңінің аяқталуы сізге ләззат сыйлайды деп сеніммен айта аламын. Оның ең жақсы тәсілі әдеттерді бекіту. Бұл әрекетті жиі орындау үшін жедел марапатты пайдалану дегенді білдіреді. 5-ші тарауда сөз еткен әдеттерді бір-біріне тану әдісі жаңа әрекетті бастаған уақытта сізге таныс жедел стимулдарға әдеттерді байлайды.
Ал әдеттерді бекіту әдісі әдеттерді жедел марапатқа танады да, соның арқасында сіз әрекетті аяқтаған уақытта ләззат аласыз. Әдеттерді жедел бекіту әсіресе бірденеден бас тарту әдетін қалыптастырған кезде, яғни қандай да бір әдетіңізге тыйым салғыңыз келгенде өте пайдалы. Бәлкім сіз енді ойланбай ештеңе сатып алмаймын, немесе осы айда ішімдік ішпеймін деген сияқты міндеттерді орындау қиынға соғатын шығар. Жеңілдіктер жүріп жатқан бақытты сәтте дәмханаға бармай қалсаңыз, немесе бір-екі рет аяқ киім алудан бас тартсаңыз, өміріңізде ештеңе өзгермейді. Қандай да бір әрекеттің орнын басып, бірінші кезекке шығатын стимул болмаса, ләззат алуда мүмкін емес. Мұндай жағдайда сіз нәпсіге қарсы тұруға тиіссіз, ал бұл аса жағымды әрекет емес. Бұл проблеманың шешімі жағдайды бастан аяқ өзгерту. Бұрынғы әдеттерден бас тартуға себеп ойлап табыңыз. Шынымен, жаныңыз қалаған затты, мәселен, былғары күрте сатып алу үшін есеп-шот ашыңыз. Одан соң бір нәрсені жоспарсыз сатып алғыңыз келген сайын, сол ақшаны ашқан есеп-шотыңызға салып отырыңыз. Таңертең латте сатып алудан бас тарта алдыңыз ба? Ақшаны есеп-шотқа тастаңыз. Осы айда Netflixке жазылудан бас тарттыңыз ба? $10 есеп-шотқа салыңыз. Адалдықтың жаңа бағдарламасын жасап жүрмін деп елестетіңіз. Бұл жердегі жедел марапат, былғары күрте сатып алуға ақша жинап жүргеніңізді бірдеңеден бас тартып, орнына ештеңе қоя алмағаннан гөрі өзіңізді әлде қайда жақсы сезінуге көмектеседі. Енді сіз ештеңе істемей-ақ ләззат ала аласыз. Оқырмандарымның бірі әйелімен бірге осы әдісті ұстанып көрді. Олар мейрамханадан тым жиі тамақ ішуді доғарып, үйде ас әзірлеуді қолға алды. Бұл әдісін Еуропаға саяхат деп атайды да, мейрамханаға бармай қалған сайын есеп-шотқа $50 тастап отырады. Күндердің күнінде ерлі-зайыптылар жиналған ақшаны саяхатқа жұмсады. Сонымен бірге қысқа мерзімдік марапаттарды да қолдана білген дұрыс. Мақсатыңыз салмақ тастау, немесе көбірек кітап оқу болса, жаңа күрте сатып алу идеясын соған пайдалануға болады. Бірақ бюджет басқаруды үйреніп, ақша жинағыңыз келсе, бұл әдіс көмектеспейді. Көбікті бұлауға түсіп, жан рахатын сезінсеңіз, немесе кешкі серуенге шықсаңыз, өзіңізді бос уақытпен марапаттадым деп есептей аласыз. Мұныңыз еркін өмір сүру және қаржы тұрғысынан азат болу сияқты түпкі мақсатыңызбен үйлеседі. Сол сияқты, бір рет жаттығу залына бардым деп, өзіңізді балмұздақ сатып алып марапаттайтын болсаңыз, оныңыз болмысыңызға қарсы әрекет болып шығады. Оның үстіне залдағы еңбегіңіз зая кетеді. Жаттығудан кейін денеңіздің құрыс-тұрысын жазу үшін массаж жасатуға болады. Керемет марапат. Өйткені сіздің сол сәттегі марапатыңыз салауатты өмір салтын ұстану мақсатыңызбен астасып жатады. Сонында сергектік, күш-қуаттың артуы, күйзеліске берілмеу секілді жақсы әдеттердің айқын артықшылықтары көріне бастаған уақытта, сіз тіпті қосымша марапат алуға тырыспайтында боласыз. Жаңа болмысыңыз әдетті тұрақтандырды. Сіз бірдеңе істегенде оны мінез құлқыңызға және өмір салтыңызға үйлестіріп жасайсыз, және сол әрекетіңіз өзіңізге ұнайтын болады. Әдет өміріңіздің бір бөлшегіне айналған сайын қосымша мотивацияға мұқтаждық азая түседі. Стимулдар әдетті бастап береді. Ал болмысыңыз әдетті тұрақтандырады. Сондықтан болмысты өзгерту үшін уақыт керек. Болашақта марапатқа жетемін деп күтіп жүрген кезде, әдеттерді жедел бекіту әдісі дәл қазір мотивацияңызды сақтап қалуға көмектеседі. Қысқасын айтқанда, әдеттерді қайталай беру үшін олар сізге ләззат сыйлауы тиіс. Сабынның жағымды иісі, тіс пастасының жалбызды дәмі, жаңа ғана есеп-шотқа түскен $50 сияқты кішігірім қуаныш сізге тап қазір жаңа әдетіңізден ләззат алуға көмектеседі. Ал мінез құлықты өзгерту сізге қуаныш сыйласа, әдет қалыптастыру жеңілдейді. Түйін. Мінез құлықты өзгертудің 4-ші заңы – ләззат алыңыз. Тәжірибе кезінде ләззат алсақ, біз оны қайталауға бейімбіз. Адам миы уақыт өте келе марапат алғаннан гөрі
тап қазір марапат алғанды жақсы көреді. Мінез құлықты өзгертудің басты ережесі, біз жедел марапат сыйлайтын әрекеттерді жиі қайталаймыз. Ұнамсыз әрекеттерді екінші рет қайталамаймыз. Тұрақты әдет қалыптастыру үшін өзіңізді ара-тұра табысты адаммын деп елестетіңіз. Мінез құлықты өзгертудің алғашқы 3 заңы: көрсетіңіз, ұнатыңыз, жеңілдетіңіз, қажетті әрекеттің осы жолы орындалу мүмкіндігін арттырады. Ал ләззат алыңыз деп аталатын мінез құлықты өзгертудің 4-ші заңы қажетті әрекеттің келесі жолы қайталану мүмкіндігін арттырады.